Қаратаудың баурайы, сахаралы созақ даласы, талай дарабоз тарландар дүниеге келген қасиет топырақ. Елдің атын ер шығарар демекші, осы топырақта кіндік қаны тамып, өсе келе қазақ елі үшін қызмет етіп жүрген ел ағаларымен бірге қазақ өнерінің жарық жұлдыздары 16 тамыз Созақ ауданы жастар күні мерекесімен аудан жастарын жырақта жүрсе де құттықтауды ұмыт қалдырмады. Солардың ішінде елінің атын әлемдік деңгейге танытып жүрген Марат Омаров ағамыз да бар. Марат Омаров Созақ ауданы Шолаққорған ауылында туған. Әнші, композитор, Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, бірнеше халықаралық конкурстар мен фестивальдардың лауреаты, әрі жеңімпазы, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі. 2000 жылы Лос-Анджелес қаласындағы Фитов әлемдік композиторлар құрамына мүше болып қабылданды. Анашым, әке арманы, қыз сыны, сыңарым, әнші балапан, қоштасқым келмейді, арман қала Астана, Мекке Мәдине, Наурыз сынды әндерді дүниеге әкеліп, қазақ эстрадасының дамуына сүбелі үлес қосып жүр. Бүгінгі таңда еліміздің гүлденуіне, әлемдік деңгейдегі өркениетті ел қатарына енуіне Қазақстан жастарының атқарып жатқан еңбегі өте зор. Осыған орай киеліде қасиетті Созақ ауданы жастарын 16 тамыз жастар күнімен құттықтаймын. Болашақ Қазақстанымыздың іргесін қалаушы, өткір де өжетті, қайсар да қайратты, білімді де жігерлі жастары ол сендерсіңдер. Мереке құтты болсын, Созақ жастары жасай берсін. Жұбаныш Жексенұлын білмейтін жан жоқ шығар. Ол қоңыр даусымен, жүрекке жылы үнімен, әрбір көңілге ұя салып көрерменнің ықыласына бөленген өнер иесі. Созақтан суырылып шығып, Жетісайда тәжірибе жинап, Шымкентте шыңдалып, Алматыға қанат қақты. Ешкімге қайталай алмайтын орындаушылық қабілет оған қасиетті Қаратау шежірелі Созақ топырағынан дарыған. Созақтың үні қазақтың ұлы болып жүрген Жұбаныш Жексенұлы да жастарды құттықтайды. Әрбір азамат өзінің туған жері дегенде, туған өлкесі дегенде шығар жаны бөлек, әрқашан оған соғатын жүрегінің дүрсілі бөлек. Сондықтан мен өзім Созақ топырағынан шыққанымда мақтан етем. Әрине, біздің Созақ қазақ хандығының ең бірінші қазақ хандығының туыты келген бірінші қазақ болу үшін бірінші Созақ болу дейді. Созақ болу керек деп Асқар Сүлейменов атамыз айтқан. Сондықтан Созақтан шыққан жастар сол елдің атына заты сай, сол елдің патриоттық, сол елдің жырын жырлайтын, сол елдің туын көтеретін үлкен сезімде, үлкен мақтаныш көңілде жүру керек деп ойлаймын. Және мен өзімнің жерлестеріме, бауырларыма, Созақтың жастарына бүгінгі керемет мерекесімен құттықтаймын. Тұлпар мінез, текті қазақтың отаны біздің Созақтың жастары жасасын. Және мерекелеріңізбен аман болыңыздар, үлкен өмірде үлкен сәттіліктер сіздерге. Сонымен 16 тамыз Созақ ауданының жастар күні құтты болсын! Тілек білдіруші Созақтың қазағы Жұбаныш Жексенұлы. Сағынышты сезім боп, жүрегімді бағындырған тек сен. Бақытты кезім боп, алып ұшып жаным. Достармен жаным бірдеп, достармен бағым гүлдеп, жан жүрегім ән салады, сендерді сағындым деп. Көздер айну жайнаған, кездер ай бір... Шу өңірінің тумасы Сәкен Майғазиев бүгінгі таңда Музарт тобының белді әншісі. Биязы, мінезі, тамаша даусымен қазақ эстрадасына серпін әкелген Сәкен Майғазиев Созақ жұртшылығының ғана емес, барша қазақтың мақтанышы. Ассалаумағалейкум, аса құрметті менің жерлестерім,
менің мақтаныштарым. Әсіресе Созақ жастарын 16 тамыз Созақ аудан жастары мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Алла тағала болашақтарыңызды жарқын етсін. Біздің болашағымыздың кемел жарқындығы үшін баршамыз қызмет жасай берейік. Біріміз өнерімізбен, біріміз өзіміздің білімімізбен, біріміз өзіміздің іскерлігімізбен биіктерді бағындыра берейік. Ел мақтанышы болып, әрқайсымыз қай салада болмасын, өз маманымыздың биіктерін бағындырып, алатын асуларымыз аласармай, тек қана жақсы күндерде осындай мереке қуаныштарда қауыша беруді Алла тағала нәсіп етсін дегім келеді. Ел іргесі аман болсын, тыныш заман болсын, ашық аспан, тыныш мемлекетте бақытты ғұмыр кешіп, осындай ең болмаса ауылға жете алмай жатсақ та, осындай экран арқылы бір-бірімізді қуаныштып, қауыштырып, қуанышымызбен бөлісуді Алла тағала нәсіп етсін деймін. Отбасыларыңызға амандық, елімізге тыныштық тілеймін. Қалайсыздар? Мен де. Суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, қарны ашып қалмады ма деп, мен ойлап қам жемеші мама, мен ойлап қам жемеші папа. Созақтың қара баласы пародия жанрының бүгінгі майталманы Аманғали Сыпабеков Тастауылының тумасы. Жайдарда ақ көңіл мінезімен халықтың ықыласына бөленген Аманғали әзіл әлемде өзіндік орны бар талант иесі. Құрметті жергілікті, құрметті бауырларым, құрметті менің жанашырларым, Созақ ауданы, елім, халқым. 16 тамыз Созақ ауданы жастарының күні құтты болсын. Сіздерге әрқашанда Алладан тірліктеріңізге береке берсін. Алға қарай жана беріңіздер, жұлдыздарыңыз жарқырай берсін. Сіздермен болған ұлдарыңыз Аманғали. Өнер жұлдыздарынан бөлек спорт саңлақтарына да бай өлкенің біртуар перзенттерінің бірегейі Біржан Жақыпов. Әлем чемпионатының қола жүлдегері, Азия ойындарының күміс жүлдегері, халықаралық олимпиадалық турнирдің жеңімпазы Біржан Жақыпов байрақты бәсекелерде ел намысын қорғап, қазақ елінің атын асқақтатқан дара тұлға. Құрметті Созақ елі, құрметті жерлестер, құрметті аудан жастары, сіздерді бүгінгі 16 тамыз жастар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті жастар, сіздерге спортта немесе басқа да өз салаларыңызда биік жетістікке жетіп, халқымызды, елімізді, ауданымызды дамытып, бүкіл дүние жүзіне танытуға шын жүректен тілектеспін. Өзімнің осы спорттағы жетістіктерімді бірінші Алла тағаланың, одан кейін қазақ елінің, оның ішінде туған жерім Созақ елінің қарияларының ақ батасы және жастарының қолдауы демеуі деп есептеймін. Тағы да сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Әрине, бұл бізде республикада республикалық жастар күні бар. Республикада сол күнді тойлап жатса, біздің Созақтың ерекшелігі ол 2001 жылдан бері аудан әкімінің қаулысына сәйкес осы Созақ жастарының күні белгіленген 16 тамыз. Созақ жастары қашанда өздерінің шығармашыл, ойшыл таланттарымен республикаға талай жасты танытқан аудан. Оны Музарт ансамблінен бастап, қазіргі әзіл сықақта жүргендер, тек қана одаған емес, спорт саласында жүрген Біржан бауырымыз бар. Көптеген таланттар шыққан мекен. Сондықтан да бұдан да әрі мықты жастар шыға береді деген сенімдеміз. Созақ жастарын алда келе жатқан Созақ жастарын күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Барша облыстың жастарының атын тек қана жақсылықтар мол болсын. Заманның иесі де тұтқасы да болар жастардың бүгінгі мерекесі құтты болсын. Қазыналы Қаратау мен сырлы Созақ даласында қазақты әлемге танытар, әлі талай ұрпақтың өмірге келетініне сеніміміз кәміл. Ендеше бүгінгі бойында арыстандай айбаты, жолбарыстай қайраты бар Созақ жастары тек қана алға. Келіншек тау
жастардан дәрі